Бір-біріміздің қолымыздан саяқ. Тұр, кім? Атың кім? Әділет, Максим, Светлана, давай. Папа, маманы жақсы көреміз ба? Ата, әжені жақсы көреміз ба? Азизді жақсы көреміз ба? Жеңгені жақсы көреміз ба? Мамаларың ше ма? Так, 1, 2, 3 дейм. Сендерге сыйлық берем. Мұнаның ішінде 1 пакет сыйлық бар. Білесіңдер ме кімге берем? Осылай ұстайсың. Кім? Сен атың кім? Атмұрыз. Нұрдос. А? Нұрдос. Кім дос? Нұрдос. Нұрдос. Соқ екен қатқа. Засың несі де? 9-да. Өскенде кім боласың? Құрылысшы. Ей, жан, стоматолог болсайшы. Атың кім? Назерке. Жасың нешеде? 7-де. Өскенде кім боласың? Дәрігер. Үй жаным. Дәдігер болам дейді. Құдай маған сені жолықтырмасын. Атың кім? Аяна. Өскенде кім боласың? Ойлан, сосын звондайсың. Нөмір бар ғой, білесің ғой. Сен атың кім? Жібек. Өскенде кім боласың? Бұл біреуін айта сал. Биші. Биша, атың кім? Махаббат. Махаббат. Өскенде кім боласың? Мұғалім. Ей, жаным. Не қыласың миыңды ашытып? Атың кім? Бекжан. Жасың нешеде? 7,5-да. А? 7,5-да. 7,5-да дейді. Айлық қанша? Жасың нешеде дедің? 7,5. Айқайлама маған. Сүннетке отырдың ба? Барыңнан айырылдың ба? Сүннетке отырдың ба? Чуть-чуть убрали? Да. Когда вырастешь, кем станешь? Өліскенде кім боласың? Ну... Полиция. Өз айтады. Үйретпей тұр. Смог. Полиция? Ну... Молы, а? Да. Полиция? Жан, тогда отойди, адамдардан бөлек тұршы. Жақын ат, ар жаққа тұр сен. Сен атың кім? Анеля. Айқайлама маған, Анеля. Өскенде кім боласың? Дәрігер. Жан. Екеуің поликлиник ашып алыңдар. Атың кім? Әдемі. Кім боласың өскенде? Магазинсы. Магазинші дейді. Шу халқына риза болам бар ғой. Қолы тегендер ресторан салады. 15 күн жұмыс істейтіндер заправка салады. Қалғандар магазинмен араласады, айналысады да. Өзі шуда, мен айтам, шудың халқы бүкіл жерге барам ғой Қазақстанда. О, реклама қалай кетіп отыр. Сонда айтам, шудың халқына риза болам деп ше. Неге дейді да, неге шудың халқына неге риза боласың деп сұрайды ғой. Сонда мен айтам, шудың халқы өте киелі халық. Сендер жаңағы шу десе басқа нәрсе ойламаңдар. Біле білсеңдер, шудың халқы иттері қаппайды, жыландары шақпайды, қонақ боп келсең адамға мін тақпайды, достары никогда бір-бірін сатпайды, жұмыс жоқ деп үйінде просто жатпайды. Шудың халқында бірақ минус бар, шапалақ дұрыс соқпайды деген сол рас екен. Рахмет. Атың кім? Стоп, атың кім? Инжу. Инжу? Өскенде кім боласың? Қойш, атың кім? Атужан. Өскенде кім боласың? Дәрігер. Атың кім? Аяулам. Өскенде кім боласың? Дәрігер. Ты медициншы. Атың кім? Қуаныш. Жасың нешеде? 8-де. 8-де. Өскенде кім боласың? Құрылысшы. Жағдай қиын-ау, е? Көмектесіңіздерші, пожалуйста. Бір-бірлерін қолынан ұстаңдар. Ұстаңдар бір-бірлеріңді. Қазір мына ағаның ізінен еріңдер, мұн жаққа барасыңдар, ана үстін көрдіңдер ма? Сол үстіне отырасыңдар да, бер жақ қарап тұрасыңдар. Сөйтіп, іштеріңнен 10 мыңға дейін санайсыңдар. Сосын мен шақырам, кім бірінші мен шақырғанда келет, соған 1000 теңге берем. Жарай ма? Мен шақырам, бүгін ба, ертең ба? Давай, тез, қол соғайық. Со жақта тұрындар, я шақырам мен, Алла қаласа. 5-не дейін осындамын, чудам 5-не дейін. Звондайым бір күні.